айналдыру, тазалау үшін бір тілімен ысқылауға болады екен. Құрт құмырсқаға да пайдасы өте көп. Бірнеше тілімді алюминді табаққа немесе қабыршық қағаз, яғни фольга немесе топыраққа қою арқылы құмырсқаларымыз қашып кетеді екен. Міне осылай достар. Сіздерге де күнделікті осы қияр өнімін салат ретінде, тұздалған түрінде жеп пайдалы, денсаулықтарыңызға өте пайдалы екенін айтқым келеді. Көктем мезгілі келе жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Ауырмаңыздар, айттарыңыз тағы да құтты болсын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Келесі видеода да кілең пайдалы, денсаулыққа қажетті әрі дәмді тағамдармен бөлісіп отырамын.